Hayırlı күн, құрметті аналар, қымбатты да сымбатты ұстаздар, айдай сұлу арулар. Көктемнің шуақты күндерімен қатар келіп жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі құтты болсын. Осынау көркем мерекенің қай кезде де орны бөлек. Олай болатыны әйелдерге деген ыстық сезім, алғыс пен құрмет ешқашан сөнбек емес. Өйткені әйел адамдар өмірдің гүлі, көңілдің ажары, әр отбасының алтын діңгегі. Қазақ халқы әйел барша тірліктің бастауы, көркемдік пен жылулықтың көзі, шуақ пен мейірім әлемі, өмірдің сәні деп қасиет тұтып, оған көңілінің төрінен орын беріп ардақтап аялаған. Біздің қазіргі қоғамымызда әйел тек отбасының береке бірлігін ойлайтын тұлға ғана емес, ол мемлекеттің өміріне және саяси мәселелерге белсене араласатын қоғамдық мүше. Сондықтан біздің елімізде әйел адамның әлеуметтік қорғалуына, олардың өмір сүру деңгейін арттыруға айрықша көңіл бөлінуде. Аяулы аналар, қадірлі нәзік жанды әріптестер, қаракөз арулар, ежелгі дәстүріміз бойынша біз бұл күні сіздерге шынайы көңілден шыққан ең ыстық құттықтауларымыз бен ең ізгі тілектерімізді арнаймыз. Сіздерге Алматы облысының директорлар корпусының ер азаматтарының атынан ерекше төзімді, кәдімгі қазақтың ұлт аналарына деген құрметімізді білдіріп, қолымызды жүрегіңіздің тұсына қойып, иіліп тәжім етеміз. Баршаңызға зор денсаулық, баянды бақыт, мәңгі жастық пен сұлулық, сәттілік пен шаттық тілейміз. Әрдайым әдемі, жылы жүректі болып, абыройлы атақтарыңыз бен биіктей беріңіздер. Төл мерекелеріңіз құтты болсын.